Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев өңірлік кадр резервінің іріктеуінен өткен жастармен кездесті. Еркін форматта өткен кездесуде аймақ басшысы әрбір жас маманмен жақын танысып, алға қойған жоспарлары, мақсаттары жайлы сұрап білді. Биыл біздің облыс бойынша резерв құрамына кіріп, бақтарын сынау үшін 398 адам ниет білдірді. Соның 25-і барлық кезеңдерден сүрінбей өтіп, өңірлік кадр резерв құрамына өтті. Резервте тұрған уақытта сіздер таңдап алған бағыттарыңыз бойынша ұсынылған лауазымға конкурс немесе тестілеуден өтпей-ақ бірден орналаса аласыздар. Бұл үлкен мүмкіндік деді облыс әкімі. Абай облысында ұстаздар күніне арналған ұстазды ұлықтау үлкен мәртебе атты салтанатты жиын өтті. Шараның мақсаты ұстаздардың қоғамдағы беделін арттыру. Шараға облыс әкімі Нұрлан Уранхаев, облыстық мәслихаттың төрағасы Қуаныш Сүлейменов, Қазақстандық ғылым және жоғарғы білім қызметкерлерінің кәсіподағы филиалының төрағасы ардагер ұстаздар қатысты. Мерекелік шараға облыстан 500-ге жуық ұстаз қатысты. Үздіктер Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің төсбелгілері, Абай облысы әкімінің облыстық білім басқармасының грамоталарымен марапатталды. Мерекенің көркін мерейлі ұстаз концерттік бағдарламасы аша түсті. Бүгінде Абай облысының білім беру саласында бірқатар оң өзгерістер жүзеге асуда. Жайлы мектеп жобасы аясында 2025 жылға дейін 11 жаңа мектеп ашу жоспарлануда. Облыс орталығында көпсалалы оқушылар сарайының құрылысы басталды. Семейде негізгі азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру мақсатында ұйымдастырылған күзгі ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Жергілікті тауар өндірушілер жаңа піскен көкөністер, жемістер, сүт және ет өнімдері сияқты кең ассортимент ұсынды. Жәрмеңкеде қала тұрғындары үшін жергілікті тауарларды қолдануға және сапалы өнім қорын жинауға тамаша мүмкіндік болды. Бесқарағай ауданында баспана кезегінде тұрған азаматтарға пәтер кілттері табысталды. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан 4 отбасыға Бесқарағай ауданы Глуховка ауылында жаңадан бой көтерген тұрғын үйлер берілді. Баспананы әлеуметтік жағынан осал топ ретінде кезекте тұрған отбасылар алды. Халықты баспанамен қамту мәселесі мемлекет үшін қашанда басым бағыттың бірі. Осы бағытта аудан көлемде жұмыстар жүйелі түрде жалғасатын болады, деді аудан әкімінің орынбасары Алмас Тастенбеков. Ақсуат ауданының бұқаралық және ұлттық спорт ойындары орталығының ұйымдастыруымен дзюдо күресінен командалық спорт жас батыр атты облыстық ашық біріншілік өткізілді. Оған Алматы, Семей, Жетісу облысынан, Үшарал қаласы мен Абай, Көкпекті, Ақсуат аудандарынан жиыны 13 команда қатысты. Жарыстың жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайды. Боз кілем бәсекелесі нәтижесінде Ақсуат ауданының командасы жүлделі 1-ші орынды жеңіп алды. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы. Семей Таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.